Мен жас мобилограф сайысына қандай видео дайындасам деген сұрақ болды. Мен өз мүмкіндігімді көрсету үшін мына тұрған бір бөлмеден қандай жақсы видео жасауға болатынын көрсеткім келеді. Менің алған тақырыбым көп көзге түспейтін мектебіміздің IT маманы Сейтқасымов Нұржан ағай. Сіздің жұмысыңыздағы маңызды қызметтеріңіз қандай? Менің жұмысымда маңызды жұмыстар өте көп. Оның ең ауқымдысы киберқауіпсіздік. Яғни оның мектебімізге келіп түсетін кибер шабуылдар өте көп болады. Оның ішінде мектептегі әр компьютерге әртүрлі шабуылдар болады. Соның барлығын қорғау менің міндетім, яғни өзіме де қызық, яғни менің жұмысым. Келесі менің жұмыстарымның маңыздысы мектебіміздегі барлық компьютерлердің операциялық жүйелерін тексеріп отыру. Мысалға, мына ноутбукте Windows 10 операциялық жүйесі орнатылған, және де оқушыларға қажетті барлық программалар орнатылған. Келесі жұмысым білім класс. Білім классқа бізде кесте салынады. Әр сабақты, әр пәнді жеке-жеке салып отырамыз. Оның әр бағалауы барлығы түсіп отырады, соның барлығын мен жүргізіп отырамын. Мынау енді мектеп саласынан бөлек, мектеп айлығынан бөлек, сіз енді программалау, IT маманы бойынша қанша шамамен айлық табасыз? Мектептен тыс шамамен 700-800 мыңдай табамын. Онда IT маманы болу үшін қандай пәндерді таңдау керек, қандай пәндерді жақсы оқу қажет, сол туралы айтсаңыз? IT маманы болу үшін математика және де информатика пәнін жақсы меңгеру керек. Көріп тұрғандарыңыздай, IT мамандығы жеңіл мамандық емес. Бірақ та IT мамандарының айлық табыстары жақсы. IT болашақтың мамандығы.